Қырғызстан, орталық Азиядағы мемлекет. Ел шығысында және оңтүстік шығысында Қытаймен, солтүстігінде Қазақстанмен, батысында Өзбекстанмен және оңтүстігінде Тәжікстанмен шектеседі. Аумағы 199.951 шаршы километр. Ел әлемде 85-ші орында. ТМД елдері арасында 7-ші орында. Қырғызстанның теңізге шығатын жолы жоқ. Қырғызстан аумағының 4-тен 3 бөлігінен астамын таулар алып жатыр. Ел аумағы 2 тау жүйесінің шегінде орналасқан. Тянь-Шань, Памир, Алая. Астанасы Бішкек, республиканың ең қоныстанған қаласы. Оның тұрақты халқы 1.053.900 адам. Халық саны бойынша екінші қала Ош қаласы. Қырғызстан аралас зайырлы, унитарлы республика. Мемлекеттік тілі қырғыз тілі, ресми тілі орыс тілі. Қырғызстанның тұрақты халқы 6.389.500 адам. Халықтың көп бөлігі республиканың оңтүстігінде Ош, Жалал-Абад, Баткен облыстарында және Ош қаласында 3,4 миллион тұрғын немесе республика халқының 53% шоғырланған. Олардың халқы негізінен Ферғана алқабының қырғыз бөлігінде тұрады. Сондай-ақ, халықтың едәуір бөлігі Шу алқабында шоғырланған. Шу облысы және Бішкек қаласы. 1,9 миллион тұрғын немесе республика халқының 31%. Ең тығыз қоныстанған облыстар республикалық маңызы бар қалалардың тұрғындарын қоса Ош және Шу. Елдің негізгі халқы 4.587.400 адамды бүкіл елде тұратын қырғыздар құрайды және көптеген ауылдық жерлерде басым. Өзбектер саны бойынша екінші орында. 918.262 адам. Олар елдің оңтүстік батысында Өзбекстанмен шекаралас аудандарда шоғырланған. Үшінші орында орыстар 352.960 адам. Олар негізінен республиканың солтүстігінде қалалар мен ауылдарда шоғырланған. Басқа ұлт өкілдерінің саны 100.000 адамнан аспайды. Бішкек Қырғызстанның астанасы, республикалық маңызы бар қала, Шу облысының орталығы. 1825 жылы Қоқан ханы Мадали ханның бұйрығымен Шу алқабында ең үлкен гарнизонды орналастырған Қоқан Пишпек бекінісі құрылды. Бекініс көшпенділер жолдарының ортасында қысқы жайылымдардан жазға дейін және Ыстықкөл мен Жетісуға дейінгі жолдың бойында тұрды. 1860 жылы 4 қыркүйекте бекіністі орыс әскерлері алды. 1926 жылы Пишпек кеңес әскери қолбасшысы Михаил Фрунзенің құрметіне Фрунзе деп аталды. 1936 жылдан бастап Фрунзе Қырғыз кеңестік социалистік республикасының астанасы. 1991 жылы 5 ақпанда қала Бішкек болып өзгертілді. Бүгінгі таңда Бішкек көптеген мейрамханалар мен кафелері бар заманауи қала. Оның көшелерінде көптеген еуропалық және жапондық автокөліктер мен шағын автобустар жүреді. Сонымен бірге Бішкек бұрынғы кеңестік стилін жаңа ғимараттардан басым болатын кеңестік ғимараттар мен бақтармен сақтайды. Бішкек сондай-ақ елдің барлық коммерциялық банктері орналасқан елдің қаржы орталығы болып табылады. Кеңес заманында қалада көптеген өнеркәсіптік кәсіпорындар болды. Бірақ 1991 жылдан бастап олардың көпшілігі жабылды, немесе қазір әлдеқайда аз көлемде жұмыс істейді. Қазіргі таңда Бішкектегі ең ірі жұмыспен қамту орталықтарының бірі Дордой базары болып табылады. Онда ТМД елдеріне импортталатын көптеген Қытай тауарлары сатылады. Ош Қырғыз республикасындағы республикалық бағыныстағы қала. Ош облысының әкімшілік орталығы. Ош Қырғызстанның Бішкектен кейінгі екінші халқы. Елдің оңтүстігіндегі ең ірі қала. Ресми түрде оңтүстік Астана деп аталады. 2018 жылдың 18 желтоқсанында Ош қаласы 2019 жылға түркі әлемнің мәдени астанасы болып жарияланды. Қала тұрғындарының саны 270.400 адамды құрайды. Ош Орта Азиядағы діни мұсылман орталықтарының бірі болды. Қала орталығындағы ежелгі мешіттерімен, сондай-ақ Сулайман тауымен танымал. Ош Қырғызстандағы ең көне ауылдардың бірі. Қазір қаланың тарихы шамамен 3000 жыл деп ресми түрде ұсынылған. Сондай-ақ Ош қаласы Бішкектен кейінгі елдің ең ірі білім беру орталығы болып табылады. Еліміздегі ең ірі жоғарғы оқу орны Ошмуда 15 мыңнан астам студент білім алуда.
Қырғызстандағы дінаралардың басым көпшілігі Ханафи мазхабының сунниттік мұсылмандары. Христиандар бар, православия, католиктер және әртүрлі протестанттық ағымдар. Бұл ретте Қырғызстан зайырлы мемлекет болып табылады. Ел билігі дін өкілдерінің республикасының заңдарына қайшы келетін діни жораларды орындағаны үшін жазалайды. Мысалы, 2016 жылы неке жасына толмаған адаммен некені қастерлеуге қатысатын дін басарлардың өкілдерін қылмыстық жазалайтын заң қабылданды. Қырғызстанның мықты жақтары: автономды ауыл шаруашылығы, 2000 жылдан бастап жеке жер иеліктері, алтын мен сынапты экспорттау, гидроэнергетикалық әлеуеті. Нарын каскады, Ташкумурсыз, Шамалды сайсыз, Үшқорғансыз, Қамбаратасыз 1 және 2. Уран қоры және республика аумағында АЭС пайдалану үшін байыту мүмкіндіктерінің болуы. Сүрманың жеткілікті үлкен қоры, сирек кездесетін металдардың болуы, туризмді дамыту үшін табиғи объектілердің болуы, ыстық көлі, өлі көлі, жеті оғыз шатқалы және тағы да басқа. Қырғызстанның әлсіз жақтары: өнеркәсіптің әлсіз дамуы және өзінің технологиялық базасының болмауы, көлік жолдарының нашар жағдайы, мемлекеттік органдардың жаппай сыбайлас жемқорлығы. Бұдан басқа КСРО ыдырағаннан кейін пайда болған, КСРОда болған экономикалық тізбектерді бұзған Қазақстан мен Өзбекстан мен мемлекеттік шекаралар республика үшін үлкен қиындықтар туғызады. КСРО ыдырағаннан кейінгі жалпы экономикалық құлдырау да әсер етеді. 1990-1996 жылдары ел экономикасы 2 есе дерлік төмендеді. Негізінен КСРО ыдырағаннан кейін елдің өнеркәсіптік кәсіпорындарының тоқтап қалуы және нәтижесінде білікті, негізінен орыс тілді инженерлер мен жұмысшылардың жаппай кетуі. Алайда 2000 жылдардың басынан бастап жағдай тұрақтанды және экономикалық өсу басталды. 2019 жылға дейін Қырғызстанның мемлекеттік сыртқы қарызы 3 миллиард 827,5 миллион долларды құрады. Ал мемлекеттік ішкі қарыз 656,6 миллион доллардан астам. Сатып алу қабілетінің паритеті бойынша жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 3979 долларды құрайды. 2018 жылдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібі Қырғызстанның жалпы ішкі өнімінің тек 15,2% өндіреді. Өнеркәсіптік өндірістің шамамен 40% алтын өндіру республикада белсенді дамып келе жатқан салалардың бірі береді. 2018 жылы Қырғызстан 20,43 тонна алтын өндірді. 2008 жылы Ресей мен Өзбекстаннан кейін ТМД-да 3-ші орынға шықты. Жұмыс істейтіндердің 48% ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығымен айналысады. Басқа елдердің азаматтығын алған еңбек мигранттары мен қырғызстандықтардың ақша аударымдары республика экономикасына айтарлықтай әсер етеді. Түрлі бағалаулар бойынша бұл инфузиялар жылына 800 миллион долларға дейін. Елдің минералдық шикізат базасын асыл, түсті және сирек металдар, кенсіз шикізат, отын, энергетикалық ресурстар кен орындары құрайды. Қырғызстан табиғи минералды шикізаттың көптеген түрлері бойынша айтарлықтай әлеуетке ие. Оның аумағында бірнеше мың түрлі кен орындары мен кенді және кенсіз пайдалы қазбалардың кен орындары анықталды. Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің ішінде алтын, сынап, сурьма, сирек кездесетін жерлер, қалая, вольфрам, көмір, кенсіз шикізат. Қырғызстан әлемнің 155 елімен дипломатиялық қатынастар орнатты. Қырғызстанның маңызды серіктестері Ресей, Қазақстан және Қытай. Сондай-ақ 1999-2012 жылдары Бішкекке жалпы сомасы 12,5 миллион доллар болатын әскери көмек көрсеткен. 2012 жылы 50 миллион доллар мөлшеріндегі қырғыз қарызын есептен шығарған. Тілі жағынан жақын Түркияда республикаға қызығушылық танытып отыр. Ресей Қырғызстанның маңызды экономикалық және саяси серіктесі болып табылады. Айтарлықтай гуманитарлық және әскери техникалық көмек көрсетеді. Ресейде Қырғызстан азаматтарының едәуір саны жұмыс істейді. 2000 жылдардың басына дейін Қытайдың болуы аз болды. Бірақ шекараны делимитациялаудан және өткізу пункттерінің ашылуынан кейін Қытай Халық Республикасы жалпы Орта Азияға және Қырғызстанға енуін күрт күшейтті. Қазақстанмен қарым-қатынас барлық шектес мемлекеттер арасында барынша тығыз. Кедендік шекара ашылғаннан кейін 2015 жылы тауар айналымы өсті. Ыстық көл Қырғызстандағы ең үлкен көл.
ағынсыз, әлемдегі ең үлкен 30 көлдің қатарына кіреді және ең терең көлдер тізімінде 7-ші орында. Республиканың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Теңіз және тау климаттарының сирек үйлесімі көптеген демалушылар мен туристерді қызықтырады. Жағалауда көптеген пансионаттар мен демалыс үйлері бар. Ыстық көл Қырғызстандағы туризмнен түсетін негізгі табыс көзі болып табылады. Дегенмен Ыстық көл көлінің жағалауында әлі күнге дейін көптеген дамымаған орындар бар. Олардың орнында біртіндеп жаңа жайлы демалыс орындары пайда болады. Ыстық көл көлінде демалып жатқан туристердің басым бөлігін Қырғызстан, Қазақстан және Ресей тұрғындары құрайды.